Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы кеш. Бүгінгі видео осы көгершіндер туралы, сосын өзіміздің шаруашылықтарымыз туралы болмақ. Пока айтатындай жаңалық жоқ, енді көбінің сұрағына жауап берейін. Тауық қашан алып келесіздер? Тауықты қарап жатырмыз. Тауық келген жағдайда мына есік тұр ғой, сонда тұрады. Заттарын барлығын ар жақ бөлмеге қоямыз да, бер жағына тауықтарымызды ұстай береміз. Пока бірақ енді тауық қарап жатырмыз, өзімізге керекті тауықты таба алмай жатырмыз. Мына үйдің төбесі міне бұзылды. Енді ана ағаш қалған. Ана ағашты алғаннан кейін төбесін ашып бастаймыз. Ана ағашты біз қозғай алмай тұрып, ана столбадан ана ағашқа тоқ келіп тұр. Ол ағаштың астынан келіп тоқ үйге келіп тұр ғой, короче. Сол енді ана столбаның басынан тіке үйге дейін тоқ жалғау керек, содан кейін барып үсті бұзылады. Енді электрик пока бос емес. Ана жерде шипырлардың барлығын воротадан асфальтқа дейін жайып тастадық. Онымен майшамен тапап тастадық. Керім болды ана жер. Ертең балшық күні не болмайды ғой. Не құп-құрғақ болады ғой, балшық болмайды аяқты. Осына ағаштар міне тұр. Енді мына жерде шипыр бар, соны лақтырып, шөп-мөп бәрі ар жаққа кетеді ғой. Осы пока. Көгершіндер міне. Көп сұрайды, көгершіндер шамайды. Міне көгершіндер. Әнші қайда тағы? Міне жүр міне. Анда жер қалай көрсетсем болады. Міне жер. Міне жақта жүр міне. Давайте достар, бұйыртса енді алла берсе тауық келгеннен кейін видеоға түсіріп салатын болам. Оған сіздер каналға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар.